Достар, баршаңызға сәлем. Менің арнама, менің жаңа сабағыма қош келдіңіздер. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на мое новое видео. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз да, де, та, те жалғаулық шылаулары. Бұл бізде грамматикалық тақырып, достар? Олай болса бастаймыз. Да, де, та, те шылаулары өзі байланысатын сөзден кейін келеді. То есть союзы да, де, та, те ставятся после связанного с ним слова. Аселде, Санжарда, Әл-Фараби атындағы университетте оқиды. Бұл жерде Аселде деген бар, Санжарда. То есть и Асель, и Санжар учатся в университете имени Әл-Фараби дейді. Өте жақсы. Ал егер бұл жерде қараңыздар, да, де, та, те, бұл жерде шылау, да, здесь да, де, та, те союза. А если мы скажем Асельде, то это означает у Асель, например. Асельде, мысалы, телефон бар. У Асель есть телефон. Осылай аударылады. Асельде, когда если вместе пишется, то это окончание, а если отдельно, то это союз. Бұл дәптерде менікі. Дәптерде. Эта тетрадь тоже моя, дейді. Да, де, та, те жалғаулық шылаулары жаты септіктің да, де, та, те жалғауларымен формадағы жағынан ұқсас болып келеді. Мекен, мезгіл, тағы да басқа мағыналарды білдіріп, жат септігінде тұрса, алдыңғы сөзбен бірігіп жазылады. Ал сөзбен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып тұрса, жалғаулық шылау болып бөлек жазылады. То есть, союзы да, де, та, те схожи, да, по форме с окончаниями жат септик. Да, де, та, те. В примерах, когда обозначают время, место в жатсептик, окончание да, де, та, те пишутся слитно с сочетаемым словом. Если связывают между собой слова и предложения, являются союзами и пишутся раздельно. Жаңа айтып өткендеріме. Мысалы, жатсептігінде қыста қар, көктемде жаңбыр жауады. Қыста, это жатыс, когда? Зимой. Зимой идет снег, весной дождь. Да, де, та, те, шылау. Біріншісі окончание, екіншісі союз. Маған қыста, көктемде ұнайды. Это переводится, то есть мне нравится и зима, и весна. Көрдіңіздер ғой, Мысалы, тағы да бір мысал келтірейік. Менің атым Сергей, Менің де атым Сергей. Көрдіңіздер, де. Так. Енді мағынасы бірінші адамның аты Сергей, екінші адамның да аты Сергей. Первого человека зовут Сергей, второго тоже зовут Сергей. Бүгінде, ертеңде жаңбыр жауады. То есть, и сегодня, и завтра будет дождь, идут дожди, дейді. Екі күн бойы жаңбыр жауады. То есть, 2 дня подряд будет лить дождь, дейді. Мына қалам менікі. Этот карандаш мой, дейді, Анау да менікі. И тот тоже мой. Осылай аударылады. Енді достар, бүгінгі сабақтың тақырыбы түсінікті болу үшін практикум бөліміне келіп жеттік. Да, де, та, те шылауларын белгілеңіздер. Нужно отметить союзы да, де, та, те. Мысалы, бірінші сөйлем. Қағазда, кітапта, дәптерде, сөреде жатыр. Сөре деген полка, В полке лежат и бумага, и книга, и тетради. И тетрадь. Үйде қонақтар отыр. Үйде. Дома, Дома гости.
үйде қонақтар отыр. Менде уақыт жоқ. Мысалы, менде уақыт жоқ. У меня нет времени. Если я скажу, менде де уақыт жоқ, то это уже союз, я? Менде и у меня, менде де уақыт жоқ. Сізде бұл ән бар ма? Бұл жерде союз емес, бұл жерде окончание. Мен де саған келемін. И я к тебе приду. Бізде неміс тілі сөздігі бар. Аударыңыздар, бізде неміс тілі сөздігі бар. У нас есть словарь немецкого языка, я? Словарь немецкого языка. Мен де сені жақсы көремін. И я люблю тебя. Біз де неміс тілінде сөйлейміз. Бұл жерде де, я? Шлау. И мы говорим по-немецки. Сіз де бұл әңгімені оқыдыңыз ба? И вы тоже читали эту әңгіме деген рассказ, я? Этот рассказ. Балапан телеарнасында ойындар да, мультфильмдер де көрсетіледі. Бұл жерде енді шлау, я? Балапан телеарнасында ойындар да, и игры, и мультфильмы, я? Екінші, сөздерді орын тәртібімен орналастырыңыз. Мысалы, мен де саябақта қыдырдым. Мен де саябақта қыдырдым. Келесі. Сеть Wi-Fi и на работе, и дома есть. Қалай айтамыз? Wi-Fi желісі үйде де, жұмыста да бар. Үшінші. Орындаңыздар. И Болат ағай тоже пенсионер. Болат ағай да зейнеткер. Келесі. Алма, алмұрт. Алма яблоко, алмұрт груша, да? И яблоко, и груша. То есть они оба вкусные, дейді. Дәмі, вкус. Алманың да, алмұрттың да дәмі тәтті. Келесі. Вот здесь, на 5-ші сөйлемде, и вам 40 лет. Осындай сөйлем шығу керек. Сіздің жасыңыз, сіздің де жасыңыз 40-та ма? Сіздің де жасыңыз 40-та ма? 6-шы. Астана қаласында көпірлер де, жаңа ғимараттар да салынған. Келесі. Жазда Құрмановтар Оралға да, Ақтөбеге де барыпты. Соңғы сөйлем. Ол жас айранды да ішпеді, етті де жемеді, я? Өте жақсы. Енді 3-ші тапсырма, нужно дополнить предложение, используя картинки, дейді. Қызанақ кәмпит, я? Мысалы, жаңа дүкенде, в новом магазине, я? Кәмпитте қызанақ та сатылады. Продаются и конфеты, и помидоры. Теледидар кесе. Менің мысығым. Мына жерде қажетті сөзін аламыз, я? Шұжықты да, етті де жейді. И колбасу, и мясо ест. Бөлмеде и телевизор, и стулья есть.
Бөлмеде теледидар да, орындық та бар. Үстелде шәйнек те, кесе де тұр. Өте жақсы. Достар, енді соңғы 4-ші тапсырма. Даде, тате. Напишите соответствующие союзы. Маратқа алма берші. Маған да берші. И мне дай, маған да берші. Ғазизаның көзі де қара, шашы да қара. У Газизы и глаза черные, и волосы черные. Кеше біз көрмеге бардық. Вчера мы ходили на выставку, я? И вы там были? Сіздер де болдыңыздар ма? Соңғы, Мария қазақ тілінде жақсы сөйлейді. Мария қазақ тілінде жақсы сөйлейді. Илья да жақсы сөйлейді. Өте жақсы. Достар, бүгінге осы біздің грамматикалық тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, пікір жазыңыздар, комментарий жазыңыздар. Пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Бүгінге осы, сау болыңыздар.